Всем злаков, манная кашаны рационнан толық алып тастаңыздар. Не үшін? Өйткені тез дайындалатын кашалардың құрамында ұн өнімдері бар, сондықтан олар тез дайындалады. Және де манная каша ол біздің ішектегі бүрлерді одеяло сияқты жауып тастайтын өнім болып табылады. Егер біз ішегіміздегі бүрлердің барлығын как одеяло жауып тастайтын болсақ, онда қоректік заттар организмге сіңбейді, соның әсерінен көптеген асқазан ішек жүйелерінде проблемалар пайда болады. Енді сіздерден таңғы асқа онда не жейміз деген сұрақ туындайды. Таңғы асқа мен ұсынатын өнімдер, олар күріштен ботқа жасауға болады, тарыдан ботқа жасауға болады, гречкадан жасауға болады, немесе мынадай күріштен жасалған манкаларды қолдануға болады, және де гречкадан жасалған мынадай манкаларды қолдануға болады. Әрине бұларды арасында ғана күнделікті тұтынуға кеңес бермеймін, өйткені бұлар көмірсудың көзі болып табылады. Одан кейін мынадай эко кашалар қолдануға болады. Эко кашаларды көбінесе мен тек қана таңғы аста емес, кез келген перекус ретінде қолдануға кеңес беремін. Өйткені бұларды ешкі сүтінен жасалған йогуртқа араластырып жей беруге болады. Бұндай эко кашалардың құрамында біздің өтімізге өте пайдалы жаңағы одуванчиктің тамыры және де расторопшаның ұнынан жасалған сондай өте маңызды клетчаткалардың көзі бар. Ешкінің йогурты бізде денатурированный белоктың көзі болып табылады, және ешкінің йогуртында бізге өте керекті кальцийдің көзі бар, және де лактобифидо бактериялардың таптырмас көзі болып табылады. Енді бұндай пайдалы өнімге бай жаңағы йогуртты біз эко кашамен араластыратын болсақ, бұл өнім одан сайын пайдалы болады. Немесе антиоксиданттармен, малина деген сияқты замороженный, немесе замороженный әртүрлі ягодалармен бірге ішуге болады. Қысқаша кашалар туралы ақпарат осы. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, комментарияға өзіңіздің тұтынатын таңғы асыңызды бөлісіп кетіңіз.